Жасанды интеллект дамыған заманда адам жан дүниесінің саулығын қалай сақтаймыз? Бүгін Таразда еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған білікті психологтардың басын қосқан ауқымды өңірлік конгресс өтті. Жиында цифрлық дәуірдегі бала тәрбиесі, қоғамдағы стресс деңгейін төмендетудің жолдары, сондай-ақ жаңа технологияларды психология саласына тиімді енгізу мәселесі сөз болды. Ауқымды шара жұмысы алдымен секциялық отырыстардан басталып, ұйымдастырушылар бұл кезеңді мамандығына қарай 3 үлкен бағытқа бөліп өткізді. Олар педагог-психологтар, медициналық және әлеуметтік қоғамдық психологтар. Әр секцияда маман мәртебесін көтеру мен балалар арасындағы буллингтің алдын алу сияқты өткір мәселелер ортаға салынды. Жиында айтылған барлық маңызды ұсыныстар алдағы уақытта шешім қабылдау үшін пленарлық отырысқа жолданбақ. Бұл жерде біз бүгінгі күндегі психологтарға қойылатын талаптар күшейтіліп отырғаны айтылып жатыр. Және де жаңа техникаларды біз дамытуымыз қажет. Психологтар баламен тікелей жұмыс жасайтын болғаннан кейін жаңа техникаларды баламен жұмыс жасау барысында қолдану және оның алып келетін пайдасы туралы психологтарға кеңінен таралып айтылып жатыр. Конгрестің екінші бөлімі пленарлық отырысқа ұласты. Бұл басқосуға Астана мен Алматы қалаларынан және еліміздің өзге де аймақтарынан білікті практик психологтар арнайы келген. Олар заманауи гаджеттер мен әлеуметтік желілердің бала психикасына әсерін ашық талқылады. Мамандардың айтуынша, жасанды интеллекттен қашудың қажеті жоқ, керісінше оның пайдалы тұстарын кәсіби деңгейде қолдануды үйрену керек. Цифрлық даму дәуіріне келгендіктен бұдан біз бас тартатындай жағдайда емеспіз. Керісінше бұған біз бейімделу керекпіз. Өйткені кез келген нәрсенің оң жағы бар және теріс жағы бар. Сондықтан бұл оң жағында болатын болса, бұл жасанды интеллект, яғни кез келген уақытта қолжетімді ақпараттар біз өңдей аламыз. Конгресс соңында қатысушылар арнайы резолюция қабылдады. Онда цифрлық психологияны дамыту, мектептер мен жоғары оқу орындарындағы психологиялық қызметтің сапасын арттыру және отбасылық құндылықтарды нығайту бойынша нақты ұсыныстар енгізілді. Жиын барысында өз ісінің нағыз шебері атанған үздік мамандар ерекше марапатталып, өзара тәжірибе алмасты. Мөлдір Аманбай, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, 24 News.